сіздерге Mail.ru электронный почтаның новыйдан ашатынын көрсөтөм, жаңадан ашамыз. Ошын Mail.ru почта создать деп Google'га жазамыз. Биринчи турган страницага киребиз, мына создать электронный почту Mail.ru деп. Осыган басамыз. Баскандан кийин кап-кара тур мына создать почту. Осыган басамыз, создать почту дегенге атымызды жазамыз. Мисалы, Биржан маркетинг. Биржан маркетинг де мисалы мисалы апрель 1998 деген осылай жазамыз. Өзіміздің дата рождениені етеміз, полды белгілейміз, и осыған басамыз. Имя Яшика деген тұр астында, осыған басамыз. Төбеде өзі предлагать етеді. Қайсыған укажите желаемое имя өздері предлагать етеді, немесе өздеріңіз жазсаңыздар болады. Мен мысалы Mail.ru, мысалы birjan.marketing Mail.ru бірінші тұрғанда осыны таңдаймын, міне birjan.marketing Mail.ru, сосын номер телефона тіркейм, Қазақстан, и номерімді жазам. И далее осы номерге SMS келу керек. Номерім жаздым, номерға қазір SMS келеді, менде басқа номерде тұр. Осыған код SMS келеді, 51 нәрсе секундтың ішінде, осы 1 минуттың ішінде SMS келеді. SMS келді, 608 075 SMS келді. И осы астындағы картинканың кодын белгілейміз. SQMQ. Продолжить. Болды. Создаем почту. Почта создавать етіліп жатыр. Не? Біздің почтамыз создавать етілді. Енді бұл почтаға қалай міне? Осы міне Биржан маркетинг, барлығы парольдің барлығы автоматически кіріп кетті. Осы жерде создавать етілді. Бұл қайтадан кіру үшін міне Mail.ru почта создать дейміз, қайтадан осыған басамыз. Войти дейміз. И имя аккаунтты жазамыз. Бағана мысалы мен создавать еткен birjan.marketing. Маркетинг бағанағы немізді жазамыз, өзіміздің создавать еткенімізді. И кіреміз войти деп. И осы номерге не келеді? Бағанағы сіздер создавать еткен номерге тағы да сообщение келеді. Қайтып, уже кіріп кеттік. Кейде подтверждение келмейді, кейде келеді. Осылай почтамызды создавать етеміз. Бұл электронный почта, Mail.ru почта электронный. Көбінесе мектептерде, компанияларда осыны қолданады.